Баршаңызға қайырлы күн, құрметті YouTube арнамның көрермендері. Бүгін сіздермен жұмыстан асығып келіп тәттімен шай ішкіңіз келсе, дәл осы пирогты жасауға кеңес беремін. Ол үшін ұнымызды електен өткізіп, үстінен қант қосып және қамыр қопсытқыш және бөлме температурасындағы сары майымызды салып, барлығын араластырып қолымызбен крошки жасап аламыз. Одан кейін қамырымызды осылай крошки жасап алғаннан кейін үстіне 20% қаймағымызды саламыз. 15-20% қаймақ жарай береді. Одан кейін қамырымызды илейміз. Қамырымыз қолға жабысатын жұмсақ қамыр болады. Және бұл бір жақсысы күтуді талап етпейді. Алып сразу жайып печеньелерімізді жасай береміз. Және пирожныйларға, сметанниктерге қолдана берсеңіздер де болады. Осылай бірнеше бөліктерге бөліп, яғни оқтаумен жаймаймыз, қолымызбен жая береміз. Арасына мен вареный сгущенканы қолдандым. Творог немесе мейіз қоссаңыздар да болады. Енді ол әркімнің өз қалауы бойынша. Одан кейін видеода көрсетілгендей етіп, рогалик етіп орап, табамызға орналастырып, қызып тұрған пешімізге 180 градусқа қызарғанша пісіріп аламыз. Дайын болғаннан кейін үстіне әсемдік үшін сахарная пудраны септім. Барлықтарыңыз жасап көріңіздер. Небәрі 10-15 минутта дайын болады. Өте керемет болып шығады. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп, пікір жазып, қолдап қоюды ұмытпаңыздар.